Сәлем достар. Бүгін осындай өте әдемі муравейниктің рецептімен сіздермен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны саламыз. 100 грамм қант саламыз. Барлығын венчиктің көмегімен араластырамыз. 150 грамм сары май құйып, тағы да араластырамыз. 6 ас қасық сүт құямыз. Тағы араластырамыз. Жарты шай қасық соданы уксуспен гасить етіп қосамыз. Тағы да араластырып, 1 шымшым тұз саламыз. 400 грамм ұнның бірінші жартысын саламыз. Венчиктің көмегімен араластырамыз. Қалған жартысын салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырларыңыз қатты болып кетпесін, осындай жұмсақ болу керек. Осындай формаға келтіріп, бірнеше бөлікке бөлеміз. Осы бөліктерді салафандарға салып, формасын жұқа қылып істейміз. Сонда тезірек қататын болады. Енді қатқан қамырымызды үккіштен өткіземіз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста беті қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Осылай бізде пісіп шықты. Енді шұңғыл ыдысымызға барлығын салып, қолымыздың көмегімен барлығын бөліп шығамыз. Немесе миксермен де бөлсеңіздер болады. Бірақ миксермен тым ұсақ болып кетеді. Осындай ұнтақ болып бізде шықты. Енді кремін жасауға көшеміз. Сол үшін біз кез келген бір банка сгущенка аламыз. Үстіне 50 граммдай сары май құямыз. Венчиктің көмегімен немесе вилкамен араластырамыз. Егер тым қою болса, біраз үстіне сүт құйып жіберіңіздер. Осындай крем бізде шықты. Енді осыны ұнтақтың үстіне құйып, барлығын араластырамыз. Муравейник десертін тарелкаға салып үйіп қойсаңыздар да болады, немесе мен сияқты форма беріп, әдемілеп, оформление жасап қойсаңыздар да болады. Кез келген форманы алсаңыздар болады. Мен осындай кішкентай баланың ыдысының крышкасын алдым. Соны бірінші сулап аламыз, жақсылап түсу үшін. Сосын қасықтың көмегімен тығындап шығамыз, формасын жақсы ұстап тұру үшін. Осылай өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Кез келген оформленияны қолдансаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.